Егер Аллах Тааланын астында сен қадір барқыңды білгің кесе, Аллахның алда менде қандай даражам бар екенін білгің кесе, өзіңді қарашы, Аллах сені емнемен алек қылып отыр. Егер Аллах Таала сені Құран оқу мен алек қылған болса, Аллах Таала сені менен сүйлешкісі келеді екен. Егер сен Аллахның зикри менен алек болсаң, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, білгін Аллах сені естегісі келеді екен. Фазкуруни азкурукум, естегіле мен естеймін дейді. Егер дуамен алек болсаң, Аллахым еліме иман бер, жеріме тыныштық бер, бала шақама иман бер, дуамен алек болсаң, білгін Аллах саған бір нәрсе бергісі келеді екен. Егер намаз, ибадатмен алек болсаң, білгін Аллах сені өзіге жақын қылғысы келеді екен. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajid. Бенде Аллаға ең жақын болған кезі саждада болады дейді.